Сәлеметсіздер ме, екінші курс студенттері. Бүгінгі тамақтандыру кәсіпорны өндірісін ұйымдастыру пәнін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ыстық цех жұмысын ұйымдастыру. Сабақтың мақсаты білім алушыларды ыстық цех жабдықтары мен жұмыс істеу ережесі, тағам дайындау әдістерімен таныстыру. Күтетін нәтижелер: ыстық цехта өндірілетін тағамдар түрлерін біледі, цехтың орналасуы мен жұмыс тәртібін түсінеді, тағамдар дайындау барысында қажетті жабдықтарды қолдана алады. Бағалау критериялары: ыстық цех жұмысын ұйымдастыра алады, жабдықтар мен қауіпсіздік ережесін сақтай отырып жұмыс істей біледі. Ыстық цех жұмысын басқа цехтардан ажырата алады. Ыстық цехтың атқаратын қызметтері: бірінші, екінші тағамдар дайындайды, ұн, кондитер өнімдерін дайындайды, жартылай өнімдерді дайындап шығарады. Ыстық цех қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының негізгі цехы болып табылады. Онда тағам даярлау үрдісі аяқталады. Өнімдер мен жартылай фабрикаттарда жуылық өңдеу, сорпа қайнату, көже, соус, гарнир, екінші тағамда даярлау, сонымен қатар салқын және тәтті тағамдар үшін жуылық өңдеу жүргізіледі. Сонымен қатар цехта ыстық сусындар даярланады және мөлді сорпаларға арналған ұннан даярланатын өнімдер жасалады. Ыстық цех қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының орталық орны алып жатыр. Ыстық цех әртүрлі қабатта орналасқан. Бірнеше сауда залына қызмет көрсетсе, оны ең көп орындар саны бар саудалық зал орналасқан қабатта орналастырған жөн. Қалған барлық қабаттарда порциялық тағамдарды қуыруға арналған плита мен мармиттер мен тарату орны болу керек. Ол тарату орындарын дайын өнім мен көтергіштер көмегімен жабдықтайды. Ыстық цех алдын ала даярлау цехымен, қойма бөлмелерімен, суық цехпен, тарату орнымен, саудалық залмен, ас ыдыстары, жуу бөліммен ыңғайлы байланысу керек. Ыстық цехта дайырланатын тағамдарды келесі негізгі белгілер бойынша жіктейді. Қолданылатын шикізат түрі бойынша картоптан, көкөністер мен саңырауқұлақтардан, жармадан, бұршақтылардан және макарон өнімдерінен, жұмыртқа мен сүзбеден, балық және теңіз өнімдерінен, ет және ет өнімдерінен, құс, жабайы құс, қоян етінен және тағы басқа. Аспаздық өңдеу әдісі бойынша қайнатылған ас өз сөзінде пісірілген, бұқтырылған, қуырылған, көмбелеп пісірілген. Тұтыну сипаты бойынша көжелер, екінші тағамдар, гарнирлер, сусындар және тағы басқа. Тағайындалу бойынша ең дәмдік, мектеп тамақтану және басқа. Ыстық цех микроклиматы: еңбекті ұйымдастыру талаптары бойынша температура 23 градустан аспау керек. Сондықтан ағынды сору, желдету қуатты болу керек. Салыстырмалы ылғалдылық 60-70%. Қызған, қуырған беттері бөлінетін инфрақызыл сәулелер әсерін төмендету үшін плита ауданы еден ауданынан 45-50 есе кіші болу керек. Ыстық цехтың жұмыс тәртібі кәсіпорын жұмыс тәртібімен дайын өнімді жіберу түріне тәуелді. Ыстық цех жұмысшылары өндірістік бағдарламаны табысты орындау үшін саудалық зал ашылғанға дейін 2 сағат бұрын бастауы керек. Ыстық цех үшін жабдықтары кәсіпорын типі мен орын санына, жұмыс істеу тәртібіне, қауырт сағаттарда саудалық залдың максималды жүктелуі мен сонымен қатар қызмет көрсету түріне сәйкес сауда технологиялық және тоңазыту жабдықтарымен жабдықтау нормасы бойынша таңдалады. Мысалы, мейрамханада сонша орындық асханаға қарағанда бірінші тағамдар аз партиясымен дайындалатындықтан станционарлы тағам пісіру қаудандары азырақ керек. Ыстық цехтың қазіргі заманғы жабдықтары:
Ыстық цехтың орналасуы жұмыс үрдісінің тез әрі ыңғайлы болу үшін ыстық цех көкөніс, салқын және ет, балық цехына жақын орналасу керек. Ыстық цехта дайындалатын тағам түрлері. Бірінші тағамдарға сорпа жатады, екінші тағамдарға қою және гарнирлермен бірге жатады. Соустар және сусындар. Тоңазыту шкабы мен горкамен үстел секциялық борса бірінші тағамда даярлауда қолданылады. Бұл үстелді салқын цехқа да арналады. Екінші тоңазыту шкабы мен үстел секция тағамдары безендіру 0,28 сыйымдылықты тоңазытылатын шкафта жартылай фабрикаттарды көкті сақтау үшін қолданылады. Бұл екінші жабдықтауымыз. Үшінші жуу ваннасы құрылған үстел секция жартылай фабрикаттар мен көкті толық өңдеу үшін арналған. Үшінші жабдығымыз аз механикаландыру құралдарын орнатуға арналған үстел секцияда электр энергиясын қосу үшін розеткалары бар. Бұл төртінші жабдығымыз. Ыстық цехта техникалық қауіпсіздігін асхана құралдарын тоққа қосар алдында оның бауы мен жанысқышын тексеру керек. Асхана құралдарын тазалау алдында тоқтан ажырату керек. Жұмыс жасап тұрған электрлі газды пешті қараусыз қалдыруға болмайды. Электрлі газды пеште дайындалып жатқан тамақтың тасып кетпеуін қадағалап тұру керек. Өйткені тамақ тасып кетсе, от сөнсе, шыққан газ ауаға тарайды. Ауаға шыққан газ өте қауіпті. Адамдар уланады, жарыс болуы мүмкін. Бекіту тапсырмасы. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты сұрақтарға жауап беріңіздер. Ыстық цех жабдықтарын атаңыз. Ыстық цехтың жұмыс тәртібін жазыңыз. Ыстық цехта өндірілетін тағам түрлерін атап айтыңыз. Бүгінгі үйге тапсырмамыз суреттегі жабдықтардың атқаратын қызметін жазыңыз. Яғни сіздерге суреттер берілген, ол қандай қызмет атқаратын маған жазып жіберіңіздер. Сабағымызды қорытындылай келе, сабақты қорытындылау барысында кері байланыс жүргізу. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді берілген үй тапсырмаларын орында Платон платформасы немесе WhatsApp жүйесіне жіберулеріңізді сұраймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.